Тіс пастасының негізгі қызметі тісті тазарту. Бірақ кейде үй тұрмыста қажет кезде тіс пастасын өзге де мәселелерді шешуге пайдалануға болады. Қазір тіс пастасын үйдегі қажеттіліктерге пайдаланудың ерекше жолдары туралы ақпарат беретін боламын. Егер ақпарат сізге қызықты болса, алдымен каналыма тіркеліп алуды және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Көптеген тіс пасталарының құрамында қабынуды басатын, ағартатын және қажайтын қасиеттері болады. Осы қасиеттеріне қарай тіс пастасын түрлі жағдайда пайдалануға болады. Тіс пастасы ас үйде таптырмас көмекші. Пияз немесе сарымсақ, балық тураған тақтай мен пышақтарды тіс пастасымен сүртетін болсаңыз, онда ешқандай жағымсыз иіс қалмайды. Сондай-ақ жағымсыз иістерден кейін қолды да тіс пастасымен жуатын болсаңыз, сабынның кетіре алмаған иісін бір-ақ сәтте кетіріп береді. Тіс пастасын күмістерді тазартуға да пайдаланады. Қарайып немесе көмескі тартқан күміс ыдыстарға тіс пастасын жағып қойып, 2-3 сағаттан кейін жуып сүртіп алса, жарқырап шыға келеді. Сондай-ақ күміс әшекей бұйымдарыңызды да дәл осы әдіспен тазартуға болады. Ас үй жиһазында қалған кофе мен шай іздерін тіс пастасымен кетіруге болады. Дақ тиген жерге тіс пастасын жағып ысқылап, кейін таза дымқыл шүберекпен сүртіп алу керек. Сондай-ақ тіс пастасы ағаш бетінде судан қалған ізді де кетіреді. Тіс пастасы металл ыдыстарды да жақсы тазартады. Бізде көбінесе нан сүзгіш, яғни шолпы немесе нан шәулі тез тот басады. Шүберекке аздаған тіс пастасын жағып, нан сүзгіні ысқылап жіберсеңіз, жарқырап шыға келеді. Тіс пастасының денсаулық үшінде қажет кездері болады. Егер денеде көгерген іздер немесе қанды ісік, яғни гематома пайда болса, онда ол жерге аз ғана мөлшердегі тіс пастасын алып жағу қажет. Көгерген, ісінген жерлер тез басылады. Ұшық шығып, жүйкеге тисе де тіс пастасы көмектеседі. Ол үшін ұшық шыққан жерге тіс пастасын жұқалап жағып қою қажет. Ол теріні құрғатып, шетінен түсіреді. Бетке безеу, бөртпе шықса да тіс пастасы жақсы көмекші құрал. Түнде жатарда безеуге жұқалап жағып қойса, таңертең сәл ғана орны қалады. Тек бұл үшін гель пастаның жарамайтынын біле жүріңіздер. Сондай-ақ тіс пастасы сырылған, кесіп кеткен жердің қанын тез басады. Егер байқамай бір жеріңізді кесіп немесе сырып алсаңыз, қолыңыздан қан тоқтатуға көмектесетін йод болмай қалса, онда бірден тіс пастасының көмегіне жүгінген жөн. Тіпті тіс пастасы сутек асқын тотығының орнына да қолданылады. Аз ғана мөлшерін қанап жатқан жерге жақса жеткілікті. Шала, кішігірім күйген немесе мүйізгек, яғни мозоль пайда болған кезде тіс пастасын тез арада жағып қойса, жақсы көмек береді. Егер маса шағып, дене бөртіп, қызарып, қышынып кетсеңіз, онда сол бөрткенге аз ғана тіс пастасын жағып қойыңыз. Қышыну тез-ақ басылады. Тіс пастасымен жуынатын және әжетхана бөлмелерін жарқыратып тазалауға болады. Тіс пастасымен жуынатын бөлмедегі сырлы кірпішті, яғни кафельді жарқыратып тазалайды. Сондай-ақ пастамен аздаған суды араластырып, қоспасымен кез келген хромды заттарды, қол жуғыштарды тазартуға болады. Жуынатын бөлмедегі шыны, сөрелер мен айна терлемес үшін тіс пастасымен сүртіп қою қажет. Дәретхана бөлмесіндегі ауа үнемі таза болып тұруы үшін артық шығындалудың қажеті жоқ. Ол үшін бар болғаны жалбыз дәмі бар арзан тіс пастасын алып, дәретхананың су жинайтын бөшкесіне салу қажет. Әр су ағызған сайын тіс пастасының иісі бөлме ішін тазартып тұрады. Тіс пастасы дақтарды жақсы кетіреді. Киімдегі ескі дақтарды тіс пастасымен тазартуға болады. Дақ бетіне аздап тіс пастасын салып, дақ кеткенше ысқылау қажет. Содан кейін сол жерді жылы сумен шайып аламыз. Назарға ұстайтын жайт, ағартатын қоспасы бар тіс пастасы түрлі түсті киімнің түсін өзгертуі мүмкін.
Егер балаңыз боялған қабырғаларға сурет салып тастаса, онда тіс пастасын қолданыңыз. Шүберекке тіс пастасын сығып алып, суретті қашан кеткенше ысқылау қажет. Және де тіс пастасы аяқ киімді де керемет тазартады. Ашық түсті аяқ киімдегі сызылған қара дақтарды тіс пастасы білдіртпей жібереді. Ол үшін дақ түскен жерді тіс пастасымен сылап қою керек. Кепкеннен кейін шүберекпен тазартып сүртіп аламыз. Ескі немесе қатты кірлеген ақ түсті аяқ киімді тіс пастасымен шөткелесе, ол ағарып өңі кіріп қалады. Бассейнге арналған көзәйнектің буланбауы үшін тіс пастасын көзәйнектің ішкі жағына жұқалау етіп жақсаңыз жеткілікті. Ол буланудан сақтап, суда жүзуге кедергі келтірмейді. Шашты бояу кезінде денеңізге бояу тамып кетсе, тіс пастасын қолдануға болады. Ол денеге тиген бояуды тез кетіреді. Сондай-ақ тіс пастасын шашқа арналған гельдің орнына қолданса да болады. Компьютер дискілерінің тырналған іздерін сүртсе кетіреді. Балаларға арналған шөлмектердің, яғни бутылкалардың іштерін тіс пастасымен жуса жаман иістен тазартады. Сондай-ақ күйіп қалған таба мен қазандағы дақтарды тазалайды. Тырнақтарды да жылтыратып тазарта алады. Ал енді осы тіс пастасының пайда болу тарихына тоқталатын болсақ, жалпы тіс пастасы тіс щеткасынан бұрын пайда болған. Тісті жуу 3000-5000 жыл бұрын ойлап табылған. Ең алғашқы пасталар Египетте пайда болған деп есептеледі. Бірақ оны ежелгі грек, үнді, Қытай халықтары да қолданған. Біздің уақытымызда пасталар бар, ал ежелгі замандарда адамдар қозының сүтімен, өртенген әртүрлі жануарлардың сүйектерінің күлдерімен, тіпті жануарлардың қанымен де тістерін жуған. Тістің мықтылығының символы болып, қасқырдың сүйегі саналған. Адамдар сүйекті жіпке байлап, мойындарына тағатын болған. Кейін бұрынғы адамдар құтыдағы тіс пастасы емес, ұнтақ секілді жасаған. Тек 18 ғасырдың соңында паста түрінде пайда болған. Тісті тазалау үшін әдейі щетка ойлап шығарған. Бірақ сол щеткалармен тек қана бай адамдар қолдана алған. Ал кедейлер өз тісін саусақпен жуған. 1800 жылдары Colgate компаниясы банкадағы тіс щеткасын ойлап шығарған. Ал кейінірек қазір біздердің қолданып жүрген құтыдағы пасталарды ойлап тапқан. Тіс пасталарын шығару барысында құрамына сабын қосатын болған. Кейін химиялық заттар дамып, сабынның орнына басқа компоненттер қосылып, қазіргі пасталарға ұқсас эмульсиялар шығарылған. Жалпы тіс пасталарының түрлері көп. Мысалы, ұнтақталған тіс пастасы. Осы тіс пастасымен алғашқы айтқандай 18 ғасырда қолдануды бастаған. Қазіргі кейбір адамдар осындай тіс пастаның түрлерін қолданады. Ал гель тіс пастасы құрамы жағынан жай тіс пастасынан күшті де емес, жаман да емес. Гель тіс пастасы мен жай тіс пасталарының айырмашылығы түсі мен түрінде. Гель тіс пастасының түсі кішкене ғана мөлдір болады, ал жай тіс пасталарға ақ түс беретін химиялық бор қосылады. Тіпті арнайы темекі шегушілерге де арналған тіс пасталары бар. Тіс пастасы тісті кірден тазалап, ағарту әсерін береді. Адамдар ауыздың таза болуы мен жағымсыз иісті кетіру үшін тіс пастасын қолданады. Қазіргі тіс пасталары әртүрлі дәрумендермен шығарылып, тістің мықты болуына да әсер ететін қасиеті бар. Ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.